Саламатсыздар балалар. Бүгінгі сабағымыз ерекше сабақ болғалы тұр. Өткен жылы естеріңде болса, біздің оңтүстік қазақстан облысында батырлар, жақсылар дастанын айтайын деген байқау басталған. Оны бастаған облыстық оңтүстік Қазақстан газетінің бас редакторы Абай Балажан деген ағаларым ол бойынша мына мектеп оқушыларын дастан айтқызып, соны ең үздік дастан айтқан оқушының мұғаліміне автомобиль берілсін. Осы мектептен, біздің мектептен қазір ол кезде 8 сынып оқитын еді, Арина Александровна. Сол қатысқан, биыл 9-шы болып отыр. Биыл ол байқау екінші мәрте өтті Түркістан қаласында. Онда да биыл Отырар ауданының оқушысы жеңімпаз атанды, оның мұғалімі автомобиль алды. Енді осы жақсылар дастанын айтайын деген байқауды бүкіл республика қолға алды үлкендер. Қазір қазақтың танымал азаматтары дастан айтып, эстафета сияқты бұл не? Бұның не үшін керек? Бұл естеріңде болса, өткен жылы елбасы рухани жаңғыру атты бағдарламасын жариялады. Сонда ұлттық кодты ояту деген бар. Мен сендерге ылғи айтып жүремін, мынау біздің халық өте қабілетті халық, өте қабілетті халық. Қабілет деген бір жаман жері бар, ол 200 қанжар секілді. Жақсыны да тез сіңіреді, жаманды да тез сіңіреді. Ал енді біз бұрынғы аталарымыздың, ата-бабаларымыздың жақсы істерін бөліп өссек, біз әрине солардың аруағынан қорқамыз. Ата-бабамызды, үйдегі әке-шешемізді, ата-анамызды, ағайын-туғанымызды ұялтпауға тырысамыз. Маған осы жақсылар дастан айтайын байқауы бойынша Фейсбукте Әбдірашид Бәкірұлы деген философ ағамыз бар, Алматы қаласында үлкен ғалым. Сол кісі ұсынған екен осы эстафетаны жалғастыруды маған тағы біраз адамға. Соны мен бүгін біраз сендерге басынан бастап оқимын. Ары қарай қызығушыларың болса, ары қарап өздерін оқисыңдар. Ары қарай тағы жалғастырамыз. Ал мен қазір содан бастаймын. Ал мен енді бұны кімге ұсынамын? Мен эстафетаны Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев мырзаға, павлодарлық әріптесім мектеп мұғалімі Дана Рау ханымға, ақтөбелік журналист Шара Тұрмағамбетоваға, сосын Шымкент қаласында оңтүстік Қазақстан Южный Казахстан газет деген үлкен облыстық газет, соның бас редакторының орынбасары, журналист, жазушы, бард, өлке тарихының білгірі Кеңес Исмаилов ағаларына және оңтүстік Қазақстан газетінің журналисі Жәмилә Мамырар апайларына ұсынғалы отырмын. Қазір дастанды мұқият тыңдайық. Сонымен бұл дастан 1939 жылы Сәбит Мұқанов құрастырған Батырлар жыры кітабында жарияланған нұсқасын мұқият тыңдайық болар. Бұрын өткен заманда дін мұсылман аманда, жедел байсын жерінде, Қоңырат деген елінде, Байбөр деген бар екен, Байбөр малға бай екен, 4 түлігі сай екен, бір перзентте зар екен. Сол уақытта Байбөрінің Құлтай деген немере ағасы бар екен, оның да баласы жоқ екен. Байбөрінің әкесі мен Құлтай Шыныбай үшеуі бір туысқан екен. Шыныбай әйел екеуі ерте өліп, одан Тортай деген бір бала қалыпты. Оны Құлтай асырап, соның қолында болыпты. Күндердің бір күнінде Байбөр малын аралап жүріп, менің балам болса, осы малдың қызығын көрер еді. Мына жорғаларды мінер еді. Өзім өліп кетсем, бұл мал кімдікі? Болып кетеді деп, баланың жоқтығынан қайғырып, далада жүріп жылап айтқан екен. Көңілі мұңды, қайғылы, көкірегі шерлі екен, бір перзенттің жоғынан дәйім қайғыр жер екен, көзім ашық дүниеде өткенім бе дер екен. Байбөрі қаққан алыды, алмадың алла жанымды, қайтып шыдап жүремін бір баланың жоғынан, ағайын жеді малымды. Қадыр алла жаратқан, өзің болғын панайым, бір баланың жоғынан зорлық қылды маңайым.
үкім қыла сөйлейді баласы көп ағайын, ескерер күнің бар ма екен жаратқан Алла Құдайым. Сүйегім кетті жасық боп, достым кетті қашық боп, көрер көзім көр болды бір Аллаға ашық боп. Жасымда қан тия алмай перзенттің дағы өтеді, баласы жоқ адамның әтінгі ақысы кетеді. Бай бөрі қубас деген сөз сүйегімнен өтеді, жаратқан патша Құдай-ай, перзентке зарғып қойғанша жаратпасаң нетеді. Бай бөрі осылай жылап жүрді. Құдайдан күндіз түні бала сұрап, сүйегі сырқырайды бай бөрінің зар мұңын естіген жанын салып құлақ. Көз жасы бай бөрінің бетін жуды, көрмей-ақ өлем деп үйден тұрды. Сол кезде Құлтайдың аяқ салған тезекше қара күннен бір ұтылды. Бай бөрі әрбір түрлі ойлап ойды, қызықпен көп қайғының бәрін жойды. Балаға таңсық болып жүрген байқұс баланы үйге келіп қылды тойды. Туғандай тумаса да қылайын деп, ұлтан деп ол баланың атын қойды. Сонда ол ұлтанды, жаңағы бала ұлтан деген баланы бай бөрі өзіне балаға басырып алды. Өскен соң өзі зор болды. Кеуделері кепедей, мұрындары төбедей, күрек түсі кетпендей, кеңірдегі перғауынның көріндей, отырған орны алты қанат үйдің төріндей. Құлақтары қалқандай, мұрындары сығымдалған талқандай, көздері терең зындандай, басқан ізі от орындай, аузы ошақтай, аузы тісі пышақтай, мұрын тесігі үңгірдей, иесі сеңгірдей болды. Ұлтан ержеткен соң бай бөріге тілі тиіп, ашуланса қубас шал дейтін болды. Мұны естіп бай бөрі, Құдай өзіме бермесе бұл бала маған бала болып жарытпайды екен деп ойлайды. Мұның сөзін естігенде далада қаңғырып өлейін деп, әулие қоймай қыдырып, етегін шеңге сыдырып, жылап, жылдан жыл өткенде бай бөрі бабай түкті Шаштазиз деген әулиеге түнеді. Құдай тілеуін беріп, әулие жәрдем болып, бір ұл бір қыз береді. Ұлының атын Алпамыс, қызының атын Қарлыға қойды. Ұлын 10 жасында ел ұстайды, атса оқ, шапса қылыш өтпейді, отқа салса күймейді, суға салса батпайды, өзің қан боласың деді. Сонда бай бөрі орнынан түрегеліп үйіне қайтты. Жаңа түс көргенде әулиенің басында сондай. Бір қыз береді, атын Алпамыс қой, ұлының қызының атын Қарлыға қой деді. Сонда бай бөрі орнынан түрегеліп үйіне қайтты. Үйіне келген соң әйел жүкті болып, 9 ай 10 күндегенде бала тауып, ұлының атын Алпамыс қойды. Артынан бір жылдан соң Қарлығаш деген қыз дүниеге келді. Сол жақын жерде Шекті деген елде Байсар деген бай бар еді. Байсарының жалғыз қызы Гүлбаршынды бай бөрі баласы Алпамысқа алып бермекші болып құда түсті. Алпамыс 10 жасқа келген соң, алар бүркіт қабақты, алман бойын сабақты Қоңырат деген елге әкім болды. Менің әкеме тір тигізген құл сенбісің деп, ұлтанның құлағын кесіп, табанын түріп қойға салды. Сонда Алпамыстың ойнап жүріп, ұрған балалары мойын үзіліп өле тұғын болды. Көпті ойнап жүріп, бір түйсе көріп қала береді. Бір кемпірдің бір күні баласымен ойнап жүріп, ұрса өліп қапты. Сонан баласы өлген кемпір келіп, «Ай Алпамыс, сен босқа елдің баласын қыра бергенше, мықты болсаң Қытайға қашып кеткен қайнатаң Байсарының қызы Гүлбаршын Сұлу деген сенің жарың еді, соны барып алсайшы» деді. Бұл бұрын Алпамыстың құлағына тимеген сөз еді. Байсарының бай бөрімен құда болған және Қытайға көшіп кеткен себеп мынау еді. Бір күні отырып Бекбай кеңес етті. Жігіттік желіп өткенде, кәрілі қарсы келгенде, екеуміз құда болдық. Елде үлкен той бар. Қара қасқа ат мініп, ат төлеген шарт деп қартайғанда көкпар тартсақ болар еді. Белдеуін сайлап мініп көкпарға түседі. Байсарбай лақты алып қашты. Бай бөрі артынан қуып өтіп, лақтың сирағынан ұстап жібер дейді. Байсарбай жібермейді. Екеуі сол жерде тартысып, бір-біріне қамшы салысып, көп ішінде төбелеседі. Бай бөрі бай ұрудан көп еді, Байсарбай ұрудан аз еді. Көк бөрі лаққа таласып, екеуінің арасына алып түсті. Байсарбай туған құдасы бай бөріден қорлық көріп,
жан қиямыз деген құдасынан таяқ жеп көңіл қалып, менің баласыз екенімді басыма келтірді деп назаланды. Сонан Байсарыбай жиыннан шығып үйіне қайтты. Бауырын суық жерге беріп, 7 күн далаға шықпай қапа болып жатты. Жатып ойланып, менің қияметті құлам еді. Байбөрінің қорлығын, зорлығын көріп жүргенше бір жат жұртшылықтарға басымды алып кетейін. Ер жігіт құдасының қорлығына шыдамай, басқа жұртқа кетпек болды. Байбөрбайға қызымды бермеймін. Бұл жалғаншы дүниеде Байбөрінің сірә жүзін көрмеймін деп 6 айшылық 40 күншілік жолға Тайшақанның еліне 90 нарға жүк артып қалмақтың еліне көшті. Ақбұлақ деген бұлақтың басына жетті. Сонан көшіп 90 нарға жүк артып Гүлбаршын жанды алдын кебежеге салып қараңғардың үстіне алтынша шартты қалғаны бір сөз дейді. Жаңбыр жауса айдың көлдер сел болсын, жылдан жылға бұл дәулетің мол болсын. Сақар тұрып 90 нарға жүк артып Гүлбаршынның атасы сізге жол болсын. Айыл тарттым наз бедеудің беліне, құлақ салғын мен мұқтың гүліне. Сахар уақытта 90 нарға жүк салып, сен барасың қандай жанның еліне. Сонда Байсарыбайдың берген жауабы: маңдайында қиылғандай қаламқас, қорлықпенен өтпейді екен ішкен ас. Қорлығымды саған баян етейін, күндік татып жылай берме алтын шаш. 14-інде толып туған ай едік, бұл дүниеде төрттілікке сай едік. Аздан дәурен сүрген көп қой елімде, бұл жұрттарды ертеңдес бай едік. 14-інде толып туған ай болды, бұл дүниеде төрттілігім сай болды. Аздан дәурен сүрген көп қой елімде, атшап тұрған үлкен мейрам той болды. Толқып көңілім тасқанмын, бедеуге қамшып басқанмын. Есірді еркін далада лақталып қашқанмын. Мақсатына кімдер жетіп жеткенді, бір зиярат қадір бізде өткенді. Қияметті құдам еді Байбөрі, кейіннен қуып меніп жеткенді. Қияметті құдамнан басыма қамшы тигенді. Алдында ағам жоғынан, артында әнім жоғынан, бір баланың кемінен қияметті құдамнан сый бөрікті кигенді. Қош айтыстың сонсом туған еліме, айыл тарттым нар түйенің беліне. 6 айшылық 40 күншілік жол жүріп, мен барамын Тайшақанның еліне. Ат құйрығын түйермін, армансыз дәурен сүрермін. Жалғыз қызым Баршынды дін білмеген қалмаққа сайлап жүріп берермін. Сонда 6 жасын жауабы: мен жылаймын кейде жасым көл болып, артында жатқан жерім қара жол болып. Ұлдай көрген жалғыз қызым Гүлбаршын, аздан дәурен сүрер мадау қор болып. 90 кірсе бақтың гүлі солмай ма, арлы жігіт намыспенен өлмей ме? Ағайынмен кім ұрыспас, таласпас, абырой барда елге қайсақ болмай ма? Салмаса егер қадірі ем жарлығын, дін білместер қылар пейіл парлығын. Ағайынмен кім ұрыспас, таласпас, қайтырайға біліп абырой барлығын. Наз бедеудің жарасады терлігі, қайғы болар өмірімнің шерлігі. Кел қайтайық енді абырой барлықта, жаман болар жат жұртының қорлығы. Сол кеткеннен мол кетіп, 6 айшылық 40 күншілік жол жүріп, сау саламат Тайшақанның еліне барып түсті. Кеңінен қоныс берді, шаруаға жай берді. Тайшақанның елінде бұқара болып зекетін беріп жүре берді. Бір кеміс сол болды, құрымсақ атанды. Мұнан соң сол арада 7 жыл өтті. Мұнда келгенде Гүлбаршын 7 жасында еді. 7 жыл өтті, 14-ке жетті. Енді келесі хабарды Тайшақаннан естіңіз. Баршын ханның 62 амалдарына, 32 мәкерлеріне естіліп, Тайшақанға айтады: айналайын хан ем, баяқ көшіп келген Байсары деген бұқараңыздың бір қызы бар екен, сізге лайық екен. Хан мұны мақұл көріп, сол бізге қызым бермес пе екен, бізді күйеу демес пе екен дейді. Сонда олар айтады: ау тақсыр, сізден артық кімге керек? Хан айтады: бар, ондай болса айттырып кел дейді. Сол уақытта сол жерде Қаражан деген қалмақ бар еді. Өзі батыр, өзі палуан, өзі бір қаланың әкімет. Сол тұрып айтады: ханның ісі елменен патша зорлық қылама, несі бар қызбенен, нәсіп болса Баршынжан,
дәурен сүрер бізбенен сөйтіп Қаражан батыр мен аламын деп, Тайша хан мен аламын деп өзара келіспей тұрды. Сол уақытта хан уәзірлермен кеңес кепте Қызыр мыңға уәли бір дегенде патшаға айтады: "Уа тақсыр, кәп айтып ерегісіп тұрғанша қанда 9 жаушы, Қаражанда 9 жаушы көрдіңдер, қайсыңызға берсе бастарыңыздан көріңіздер." Енді байқап осылар көріңдер, жаңағы екі құда көкпарға бола болмас нәрсеге ұрысып қалды. Сөйтіп еді анау ағайын көп бай көрі, ағайындар жақтасып кетті де, сөйтіп байсақ құдасын сабап тастады. Көкпар бұндай шатақ көп болады, әлі сондай. Мен өз бала кезімде көп көрдім. Соған ренжіген жаңағы құдасы көшіп кетті. Енді өздерің ойлап қараңдар, қазір бізде шетелге қыздар кетіп жатқандар көбе, жай оқуға, басқаға, міне шетте жүрген қызға қалмақтар таласы бар. Ана батыр мен аламын дейді, хан мен аламын дейді. Бұл жерде ары қарай оқиға немен бітетін, енді өздерің жырды оқып бітесіңдер. Ал осымен рахмет, сөндіре сал.